Хей, барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ерназар. Достар, бүгін дейтін біз сұрақ жауап түсіретін боламыз. Алдыңғы постта мен сұрақ қойып кетіңдер деген. Сол сұрақтарға енді жауап беремін. Оның алдында да қойылған сұрақтар бар, соларға қосып жауап беретін боламыз. Ал так, енді келесі сұрақты айтайық. Келесі сұрақ, бізде ол шын атың кім дейді. Атын оқымай қойын. Шын атың Ерназар, шын атым. Қызың бар ма? Жоқ. Малсың ба? По идее жоқ. Машина айдай аласың ба? Конечно, айдай алам. Машинаң бар ма? Машинам жоқ. Бірақ Жигули бар. Менікі емес бірақ. Влог шыға ма дейді. Влог негізі шығу керек. Көрсеңдер шығады влог. Былай шығаруға болады негізі. Қызыралимен қалай таныстың? Вот. Осы ең әдемі сұрақ. Қызыралимен, біз бетеміз. Мен арнамда, 50 подписчик енді болған. 50 подписчик енді болды да, мен, жарыстықыңыз 50 подписчик жетіп, сол күні, стрим ашам, стрим жауып қала береді. Сосын өзім бір видео түсіретін адам іздеп жүргем, әркімге жазып, былай. Сосын, маған бір бала жазады, Ерасыл дейтін бір бала жазады да. Анау бірге видео түсіруге қалай қарайсың дейді. Жақсы дедім да. Сонымен қосылдым видео түсіруге. Сосын ол Қызырали өзі Фойк дейтін аккаунты бар екен, сол баламен таныстырды. Анау деп нормально араласып кеттік. Сосын видео шықты. Арғай видео танысып кеттік қаптен. Одан кейін бұрынғы командаң не болды? Ера Сұлтан Қазақ бар дейді. Ол бұрынғы аккаунт Қазақ Хаус дейтін болатын. Ол Қазақ Хаус аккаунтында Сұлтан Қазақ, Ерасыл, Алик, сосын Нұрболат болды. Одан Нурик болды. Нурик Гост дейтін бар еді, білмеймін, қазір бар ма жоқ па, сол болды. Ол, жауып қалды ол команда. Ол командадан кезінде Алик кетіп қалды. Қазір Қызырали кетіп қалды. Өзім командамда ашам деп. Сосын ешкімде желание болмады видео түсіруге. Бәрі тарай бастады. Сосын ол командамен жауып тастадым да. Алик екеуміз біраз бөлініп кетті, 2 ай ішінде бөлініп кетті. Одан қайттан араласып новыйда команда аштық. Ол команда қайттан жауып қалды. Нурко дейтіндер бар ше, Алихандар. Сосын қазір тек Алик екеуміз түсіріп жүрік. Нубпен про жалғаса ма? Нубпен про әрине жалғасады. Ал белгісіз құбыжық ше. Біз белгісіз құбыжық дейтін сериалымыз бар екен, ұмытып кетіппіз ғой. Кезінде қазіргі Қызырали, бұрын Фойк дейтін аккаунт болған. Сол аккаунтта екеуміз 2 сериал бастағанбыз, белгісіз құбыжық деген. Белгісіз құбыжық ұмытып кетіппіз. Енді білмеймін, Нубпен проны әлде екеуін біреуін түсіру керек негізі. Енді оқимыз. Долдыр. Қаншадасың дейді. Так, Боф 25-718 дейді. Қаншадасың дейді. 14-те балдар топ тепкен. Шепшекке. Бүгін концерт шықтың. 1, 2, 3. Білмеймін ол. Қай жерде монтаж жасайсың дейді. Қай жерде? Любой жерде монтаж жасай беремін. Соткамен жасаймын. Саған ұнайтын спорт түрі дейді. Маған ұнайтын спорт түрі волейбол. Егер білмесеңдер, волейбол қатты ойнаймын десе. Майнкрафттан басқа қандай ойын түсіргің келе ме дейді. Майнкрафттан басқа ойындар түсіргім келеді әрине. Олар Карпаркинг, Among Us, CSGO 2. Тағы басқа ойындар түсіргім келеді. Қандай ойын көргісі келеді, сол комментария жазып кетсін. Among Us, CSGO, Карпаркинг. Так, выживание видеолар болады ма дейді. NJK дейтін біреу. NJK деп оқи берейші. Выживание видеолар болады ма дейді. Болады әрине. Выживание видео негізі түсіріліп қойған. Просто монтаждауға ерініп жүрмін бар ғой. Так, енді тағындай сұрақ бар. Ерко 456-73 дейді. Өзіңе ұнайтын спорт дейді. Өзіңе ұнайтын спорт айтқандай волейбол.
1000 ботқа жетсең не істейсің дейді. 1000 ботқа жетіп қойдым мен. Просто ол баяғыда қойылған сұрақта. Қызың бар ма дейді. Жоқ. Так, не дейді? Бандит N01 дейді. Хобби қандай дейді. Менің хоббиім айтайын ба? Менің хоббиім видео түсіру. Өйткені мен видео түсіру әшейін жұмыс істеу емес, хобби деп қараймын. Өйткені ол мен тек бос уақытта ғана түсіремін. Одан кейін Ұлықбек аяп берген дейді. Сенің жасың қаншада дейді. Менің жасым 14-те. Сосын неге видео түсіріп жатсың дейді. Просто болмай ма? Видеоны қалай монтировать етесің? Монтаж дейтін шығар. Видеоны қалай монтаж етесің дейді. Кәдімгі иншотты ашамда видео саламда монтаж етемін. Кім YouTube түсір деп кеңес берді. Ешкім кеңес берген жоқ, өзім түсіріп кеттім. Ұнайды өзіме. Майнкрафтта телефоннан ғана ойнайсың ба дейді. Майнкрафт телефоннан ғана жоқ. Компьютерден де ойнаған. Одан кейін Javaдан да ойнаған кәдімгі. Просто одағы видеоны мен YouTube'қа телефонна салғаннан кейін оны телефонға тарта алмадым. Сосын қалды ғой. Не дейді? Каналды тағы ұзақ дамытасың ба? Әрине. Өйткені ұзақ дамыту керек әлі маған. Монетизация қосылу керек. 100 подписчикқа жету керек. Видеоға идеяны қайдан аласың? Видеоға идеяны мен ба? Бұрыс алым. Кейбір кезде бос уақытта отырам. Жатасың, ойланып вообще. Сол кезде идея түсіп кетеді. Мынандай видео түсірсем бе екен деп. Болмаса YouTube'дан короче кездейсоқ видеолар шығып соны түсіріп кетесің дейтіндей ғой, короче. Одан кейін тағы қандай бар? Тағы Майнкрафттан басқа не түсіресің дейді. Тағы Майнкрафттан басқа айттым, Корпоративный Among Us, CSGO 2. Болашақта коллаборация болады ма дейді. Әрине болады. Менде қазір коллаборация тек Кызыралимен ғой. Аликпен ғой. Болашақта коллаборация болады. Мүмкін мен сіздер танитын араларыңызда бар, сол адамдармен болады. Подсказка берейін ба? Бас әрпі З деп басталады. Жақын арада онымен видео шығады айтпақшы. Видеолар былай түсіруші. Осымен сұрақтар бітті. Ал енді осы сұрақтар. Видеоны лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі қандай видео шығарайын айтып кетіңіздер.